Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет рулет жасайтын боламыз. Бізге ол үшін керек ингредиенттер: тауық еті, оны ет тартқыштан өткізіп аламыз. Пияз қажет болады. Мен пиязды қуырып алдым. Қуырып алсаңыздар өте нәзік болып шығады рулеттің арасында. Және 3 дана осындай чеснок керек болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Осы салған заттарымызды жақсылап араластырып аламыз. Енді келесі кезекте біз сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін 3 жұмыртқа керек болады бізге. 60 грамм майонез керек. Қасықтың ұшымен ғана куркума саламыз. Көп салмаңыздар куркуманы. Және қасықтың ұшымен, кішкентай қасықтың ұшымен бізге тағы да тұз салып аламыз дәміне қарай. Тұзды көп салмаңыздар, өйткені ірімшігіміздің тұзы бар, сырымыздың. Осы массамызды жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай әдемі масса шығу керек. Енді осы массамызды формаға салып пісіріп аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп аламыз. Теп-тегіс қылып осылай жағып шығамыз. Енді осы рулетімізді қызып тұрған пешке 10 минутқа салып аламыз. Печканы 180 градусқа қойып пісіреміз. Міне біздің рулетіміз сап-сары әдемі болып пісті. Енді ішіне салмасын саламыз. Бұл салмасында тегістеп әдемілеп жағып шығамыз. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруларыңызға болады. Міне жағып шықтық. Енді рулетімізді орайтын боламыз. Міне осылай ораймыз. Пергамент қағаздың көмегімен ораймыз. Рулеттің біткен жерін астына қаратамыз. Осы рулетімізді фольгаға салып аламыз да жақсылап фольгаға ораймыз. Және осыны 180 градус қызып тұрған пеште жарты сағатқа пісіріп аламыз. Пісіп шыққан рулетімізді тағы да бетін ашып 10 минутқа тағы да қойып аламыз. Бетін ашып. Міне қараңыздар, қандай әдемі рулет шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.